конкурсқа қатысушылар 2000 жылғы 16 тамызда Атырау облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыру құқықтық мәселелер, спортты дамыту және спорттық ғимараттарды бақылау бөлімінің бас маманы бос тұрған лауазымына жалпы конкурс жарияланған болатын. Осы жалпы конкурсқа бізге 2 кандидат құжаттарын тапсырды. Екеуі де әңгімелесуге жіберіліп отыр. Қазіргі таңда 2 кандидатымыз Мыңбайұлы Мұрат және Сыдықов Нұрбол Тұрағалы онлайн режимде әңгімелесуге қатысып отыр. Құрметті кандидаттар, сіздерге комиссия хатшысы, комиссия мүшелерімен таныстыратын болады. Таныстырмастан бұрын сіздерге ескертейін дегенім, әңгімелесу процедурасы бейнетаспаға жазылатын болады. Сонымен қатар осы әңгімелесуге байқаушы қатысып отыр. Және екеуіңізге де бірдей бекітілген комиссия мүшелерімен бекітілген 5 сұрақ қойылатын болады. Және тек таңдау құқығы берілетін болады. Комиссия төрайымы Жұмағазиева Жанар Гүлсәмінгерейқызы, Атырау облысы әкімі аппараты персонал басқару қызметінің басшысы. Комиссия мүшелері Бәкенова Құрал Ізетқызы, Атырау облысы әкімі аппараты ішкі аудит қызметінің басшысы, мемлекеттік аудитор. Қашқияр Жақыпбек Әсидоллаұлы, Атырау облысы әкімі аппараты бақылау және талдау бөлімі бас инспекторы. Нижаров Ернұр Есенбекұлы, Атырау облысы дене шынықтыру спорт және туризм басқармасы басшысының уақытша міндетін атқарушысы. Конкурс комиссиясының жұмысын ашық және объективті көрсету үшін байқаушы ретінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Атырау облысы бойынша департамент мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы Нұрмұхан Құдиярмақсатұлы қатысып отыр. Мыңбайұлы Мұрат, сізге қалуыңыз сұраймын, ал Нұрбол Тұрағалы, сізге шығып кетуіңізді сұраймын. Нұрбол Тұрағалы, сіз тұрмас? Саламатсыздар. Если естілмей жатыр. Қазақ тілінде бола берсін. Қазақ тілінде. Бірінші сұрақ. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясаттың міндеттерін атап өтсеңіз. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын жалпы халыққа дене шынықтырумен және спортпен айналысатын адамдардың және іс-шараларға менде барында тұр микрофон. Онда қатырақ жауап берсеңіз. Дауыс береміз. Халық арасындағы жалпы дене шынықтырумен айналысуға, спортпен айналысатын адамдардың және спорттық іс-шаралардың қатысушыларына және көрермендерге солардың өмір қауіпсіздігін сақтау біріншіден. Екіншіден, бұқаралық спорттық іс-шаралардағы, қоғамдық орындардағы қауіпсіздік және спорттық жалпы саланың олимпиадалық спорт, олимпиадалық емес, паралимпиада, сурдолимпиада және бұқаралық спорт, ұлттық спорт түрлерін дамыту және жалпы спорт саласын жан-жақты қамту болып табылады. Және спорт саласын жан-жақты қамту және спортшыларды, жалпы спорт саласының қызметкерлерін ынталандыру
және осы спорт саласын зерделеу мақсатында ғылыми орталықтарды, ғылыми зерттеу базаларын нығайту, және әлеуметтік және білім беру функцияларын атқаратын құрылымдардың ерекшеліктерін зерттеп, спорттың барлық түрлерін қамту, дамыту болып табылады. Мемлекеттік саясаттың басты міндеттері. Келесі сұрақ, дене шынықтыру мен спортты насихаттауды кім жүргізеді? Дене шынықтыру мен спортты насихаттауды жалпы осы спорт саласы және денсаулық сақтау, білім беру салаларының уәкілетті органдары, дене шынықтыру және спорт ұйымдары, жергілікті атқарушы органдар және спорт бағытындағы қоғамдық бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдары және осы халық арасындағы әртүрлі топтарға кәсіби, әлеуметтік және жас ерекшеліктерін ескере отырып, жалпы осы ұйымдар мен мемлекеттік органдар бұқаралық спортты насихаттауды жүргізеді. Келесі сұрақ. Спорт түрі және спорт саласы ұғымдарына түсінік беріңіз. Спорт түрі және спорт саласы. Спорт түрін айтатын болсақ, ол спорт түрі спортшылардың дене шынықтыру жаттығуларымен немесе интеллектуалды қабілеттерінің жиынтығы және жарыстардың қағидалары өзінше ерекшелігі бар спорттың құрамдас бөлігі және спортшылардың сол жаттығу ортасы болып табылады. Екінші, спорт саласын айтатын болсақ, спорт саласы айырым белгілері бар және бір немесе бірнеше спорттық жарыстардың түрін қамтитын спорт түрінің бір бөлігі. Келесі сұрақ, спорт федерацияларын аккредиттеу туралы куәлікті тоқтату мерзімін атаңыз. Бұл Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің 14 жылы 24 қарашадағы 121 бұйрығында көрсетілген. Себебі бұл спорт федерацияларының аккредиттеу қағидаларына сәйкес спорт федерацияларының аккредиттеу туралы куәлігін тоқтату мерзімі 6 айдан аспауы қажет. Келесі сұрақ, дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретін атап өтіңіз. Естілмей қалды, қалай? Уәкілетті органның міндеттері ме? Дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті органның құзыреттерін атап өтіңіз. Уәкілетті органның құзыреттеріне бірқатар көп қызметтер кіреді. Ол енді жалпы мемлекеттік саясатты жүргізу спорт саласындағы. Одан бөлек салааралық өңірлермен, ұйымдармен арасындағы жұмысты үйлестіру, жалпы өңірлерден, жалпы спорт саласынан, ведомстволардан статистикалық отчет қабылдау, және кадрлар дайындау, қайта даярлау, және спортшылар мен жаттықтырушыларға, спорт мамандарына спорттық атақтар беру, халықаралық дәрежедегі еңбек сіңірген және спорт саласының мамандарының біліктілік санаттарын беру. Одан бөлек Қазақстан Республикасының құрама командаларының жасақтау, ресми жарыстарға дайындау және соларды жарыстарға баруын қамтамасыз ету, ғылыми зерттеулер жасау, допингке қарсы іс-шараларды бекітеді, допингке қарсы жұмыстарды жүргізеді. Республикалық федерациялардың аккредиттеуден өткізеді. Республикалық бұқаралық спорттық іс-шаралардың бірыңғай күнтізбесін бекітеді. Және осы спорт саласының сұрақтарын, жалпы спорт саласын реттейтін бұйрықтар мен жаңағы нормативтік құқықтық актілер шығарады және оларды бекітеді. Халықаралық жарыстардың ережелерін бекітеді. Спорттық басым түрлерінің, өңірлердің спорттық басым түрлерінің келісім береді және республикадағы спорттың басым түрлерін бекітеді. Жалпы спорттан қазіргі таңдағы мемлекеттік тапсырыстағы қазіргі подушевый финансирование дейміз, соның әдістемесін бекітеді. Және өзге де құқықтық актілермен жұмыс істейді, уәкілеттілігі осылар. Және осы спорт саласын реттейтін жаңағы нормативтер мен ережелер бекітеді. Аяқталған. Иә. Бекітілген сұрақтарымыз
Endi sizga rahmat aytaman. Konkursga qatnashganingizda. Егер siz yangi ishni olsangiz, sizga 2 kun ichida komissiya qarshi qarorga bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Жақсы, сау болыңыз, естілмей жатыр шығар. Диалог сотылы, ескертпелеріңіз бар ма? Konкурс отырышы заңнама талаптары сақталып өткізілді. Байқаушылар тарапынан ескертулер жоқ. Рахмет, сау болыңыздар. Sağ olun.